Бисмиллахиррахманиррахим. Құрметті кәсіпкерлер, міне мынау диірмен, сабан өткізетін, шөп өткізетін диірмен. Міне ішінде бір ғана пышағы бар, көріп тұрсаңыздар, бір ғана пышағы бар. Екеу болғанда мүмкін күшті болар ма еді. Бір пышағы бар. Сонысы мынандай сеткасы бар ішінде, төменгі жағында мынандай сеткасы бар екен. Бұл шөпке арналған ғой. Сәл ірілеу шығады. Ірілеу шыққанымен де өткізуге болады. Біз кәдімгі жаңадан алып келген гөңді кептірдік. Свежий гөңді кептіріп, ішінде ірі-ірісін алып қалдық. Міне мынау сияқты, мына диірменнен өткен. Міне бәрін диірменнен өткізіп, құрғақ диірменнен өткізіп дайындап қойдым. Қазір бұлардың бәрін үстінен су құйып жуамын. Шланганы әкеліп қойдым. Аз видеоға түсіре алмаймын, бір өзім болғандықтан. Не шланганы әкеліп дайындап қойдым. Қазір мыналардың бәрін жуып, міне осы диірмен өткен майда гөңді алып барып, биогумустың үстіне шлаушан аулауға қоямыз. Ана жақта еленген биогумустар бар. Сол биогумустарды шлаушан аулап алу үшін қойып жатырмыз. Біз енді свежий гөңді алып келеміз де апарып неге тастаймыз? Бұртқа. Ішінде тас та кетеді, темір де кетеді, мусордың түр-түрі кетеді. Және ірі күйінде дәу күйінде апарып тастаймыз. Сол дұрыс емес. Ол дәулердің барлығын бұл шлаушандар сақтайды. Шлаушандар сақтайды. Оның бәрін сақтап ферментациядан өткізу деген, ферментация деген ыдырату деген сөз. Олар ферментациядан өткізіп ыдыратады. Ұсақтап барлығын майдалап, жаңағы молекулаларға сүтін емуге дайындайды. Ол қанша уақытларын, қанша жұмыс күшін біз уақытын кетіреміз олардың. Солар уақытын кетірмеу үшін, егер компост дайындасаңыздар, әрине қазы-қарта жегенмен бірде күшті болады. Ал енді компост дайындамаған жағдайда, міне осылай диірменнен өткізіп, гөңнің ірілерін, онсыз да майдаларын апарып сала береміз, ірілерін осылай диірменнен өткізіп, шлаушандарға берсек өте жақсы болады. Ато бұрттың ішінде дәу гөңдер сол күйінде жібімей тұрады. Ол жібігенше қанша уақыт шлаушандардың қанша энергиясын тауыстамыз. Не солай энергиясын тауыспау үшін біз осылай диірменнен өткізіп, ұсақтап берсек өте жақсы. Компост болмаған жағдайда. Ал енді компост онсыз да дәл осындай ұсақ болады. Компосттың өзі осындай әдемі қи болып, міне мынандай әдемі ұсақ болып кетеді компосттың өзі. Бұл енді бұл компост емес, диірменнен өткен гөң, свежий гөң. Сіздерде осылай берсеңіздер болады. Міне қазір сентябрь айы, сентябрь, октябрь айларында біздің оңтүстікте күн жылы. Осы жылы уақытты пайдаланып 2 айда шлаушандарды жақсылап көбейтіп алыңыздар. Көбейту бағыт, жеріңіз кең ба, көбейту бағытында жақсылап кең қылып тастап, шлаушанды көбейтіп алыңыздар. Есесіне қысы менен жазғы көктемге дейін сіздерге сол көбейген шлаушан биогумус өндіріп беретін болады. Біздің негізгі бағытымыз қазір биогумусты молынан өндіру ғой. Бүкіл дихандарды қамтамасыз ету. Біз қазір Қазақстанның 0,1% диханды қамтамасыз ете алмаймыз, сөздің ашығында. Біз әлі азбыз. Бізде өндіріп жатқан биогумус та өте аз. Сондықтан шлаушанды жақсылап көбейтіп алыңыздар. Шлаушанды қазір күн жылда көбейтіп алсаңыздар, қысы менен көктемге дейін олар бізге әрі көбейеді, әрі биогумус өндіріп беретін болады.